Вьетнамда бірнеше күн бойы іздестірілген қазақстандық қыз табылды. 26 жастағы Аубакир Әсемнің аман екені белгілі болды. Қазір ол Қазақстанның Вьетнамдағы консулының жанында. Бұл жаңалық әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланып, көпшіліктің алаңдаушылығын тудырған еді. Оқиға бірнеше күн бұрын басталған. Туыстарының айтуынша, Әсем Вьетнамның Хо Чи Мин қаласына барған. Алайда 6 наурыздан бастап ол жақындармен байланысқа шықпай қалған. Соңғы белгілі болған локациясы Хо Чи Мин әуежайынан шамамен 20 шақырым жер. Осыдан кейін қыздың туыстары әлеуметтік желі арқылы көмек сұрай бастады. Алғаш болып дабыл қаққан Әсемнің әпкесі. Ол интернетте жазба жариялап, Вьетнамда жүрген қазақстандықтардан және жергілікті тұрғындардан көмек сұраған. Бұл ақпарат әлеуметтік желіде өте жылдам тарады. Мыңдаған адам жазбаны бөлісіп, пікір қалдырды. Қазақстандықтар ғана емес, шетелде жүрген отандастарымыз да іздеу жұмыстарына бей-жай қарамады. Бірнеше сағаттың ішінде ақпарат түрлі платформаларға тарап, үлкен қоғамдық резонанс тудырды. Нәтижесінде хабар Қазақстанның Сыртқы істер министрлігіне дейін жетті. Осыдан кейін ведомство өз жұмысын бастады. Қазақстан дипломаттары Вьетнамдағы тиісті органдармен байланысқа шығып, қызды іздеу жұмыстарына кірісті. Бірнеше күндік белгісіздіктен кейін қуанышты жаңалық келді. Туыстары Әсемнің табылғанын хабарлады. Қазір ол Вьетнамдағы Қазақстан консулының жанында екені белгілі болды. Әзірге оқиғаның нақты қалай болғаны толық жарияланған жоқ. Туыстарының айтуынша, қыздың қазіргі жағдайына байланысты кейбір мәліметтерді айтуға уақытша шектеу қойылған. Сондықтан нақты не болғаны туралы түрлі болжамдар айтылып жатыр. Әлеуметтік желі қолданушылары әртүрлі пікір білдіруде. Бірі қыздың психологиялық күйзеліс жағдайында болғанын айтса, енді бірнеше күн ұйықтамаған болуы мүмкін деген пікір білдірген. Тағы бір нұсқа бойынша, ол өзін біреу аңдып жүргендей сезінген болуы мүмкін деген ақпарат тараған. Сонымен қатар кейбір сарапшылар Вьетнам тарапы бұл оқиғаға қатысты барлық мәліметті бірден жарияламауы мүмкін екенін айтады. Себебі бұл ел туристер үшін қауіпсіз бағыттардың бірі болып саналады. Қазақстандық туристер де соңғы жылдары Вьетнамға жиі баратын болды. Сол себепті кейбір жағдайларда ресми ақпаратты жариялау уақыт алуы мүмкін деген пікірлер бар. Дегенмен, бұл жерде ең бастысы қыздың аман табылғаны. Бұл оқиға тағы бір маңызды мәселені еске салады. Қаншалықты дамыған, туристер көп баратын мемлекет болса да, шетелде жалғыз жүру әрдайым қауіпсіз бола бермейді. Саяхат кезінде сақтық шараларын сақтау өте маңызды. Әсіресе бейтаныс елде жүргенде жақын адаммен бірге болған дұрыс. Ата-ана, дос, әріптес немесе сенімді серіктеспен бірге саяхаттау қауіпсіздік тұрғысынан әлдеқайда дұрыс шешім болуы мүмкін. Өйткені әлем кейде біз ойлағандай қауіпсіз бола бермейді.